Выезд и въезд в город будет запрещен. 0-0 карантинге жабылды. Где блокпост қойылды. Первый день карантина Алматы заметно опустел. Поместили на карантин. Карантин. Диагноз қандай? Коронавирус жұқтырған, температурасы 40, диарея. Мына көтінен болға ағып жатыр, бірдекен бітесіңдер сартын. Ештеңе тұрмай тайып шығып кете береді. Онда операция істеу керек, өкпесін алып тастаймыз. Мен ауырып емеспін. Жынсың ба? Не болған саған? Жаман түс көрдім. Не ап түнде скорыйға айтпадың, үй жағайын жет тұса деп. Мен саған таксист емеспін. Немен скорый саған? Такси ма не? Қаламен жүретін? Сағат неше болды? Білмеймін. Звондап отыр. Ашыл біз. Отчет берсей. Жапшы аузыңды. Привет, Жан. Қайдағы Жан? Это твой сюрприз? Кеше неге келмедің? Қаланы жауып тастады, үлгермей қалдым. Мен звондап айтпайсың ба? Мен басымды жуып, мамадан сұранып күтіп отырсың. Телефоным отырып қалды. Кім атағы? Сен біреуді жатсың ба? Мен білгем сен сондай. Жан, Білгем. қуат қой ол. Сәлем. Енді, қашан келесің? Білмеймін, карантин біткен соң, қаланы ашқан соң келем. Ну, ладно. Жан, мен шынымен де саған сюрприз дайындағанмын. Қаланы жауып тастады да үлгермей қалдым. Желаниең болса үлгермеуші едің ғой. В смысле желанием болса? Сонда не деген кеп тұр? Үлгермейтінде кеше күні бойы не істедің? Просто Жоқ. желаниең болған, понимаешь? А так, у кого есть желание, тот находит и выход. И вообще, тот, кто любит, доказывает действием, а не словами. Пока. Подкаблучник, блять. Подключи. Бар, чай қойып жүр. Я енді 15-нен сабақ жоқ дейді ғой. Походу, доставкамен жүрем мен. Жоқ. Мен үйде жалғызым, балалар бүгін таңертең Шымкентке шығып кеткен ғой таксимен. Все, брат, хабарласамыз ғой, общем, Давай. Үйдегі балалар Шымкентке таксимен кетіп қалды дейсің ба? Қалай қала жабық тұр ғой? Брат, кто имеет желание, тот и найдет выход. Қумашы. Прикол, серьезно? Короче, қаланың техничный шығаратын таксисттері бар екен. Да, ну... И чё, қанша алады олар? В общем, адам басына 5000 теңге дейді ғой. И конкретный бизнес қой былай қарап тұрсаң, негізше, маша жоқ астымызда, а то плотно жағдай жасап алатын екен. Талғарға апаратын таксистер бар ма екен? Ассалаумағалейкум. Талғарға баратын таксистер бар ма? Айқайламасыңдаршы. Менттар естіп болса қана ғой. Талғарға баратын таксистер бар ма? Бар. 10 мың. Жоқ, мен жалғызбын. Дұрыс қой, 10 мың ғой. Қалай оның? Азында ғана 5000 еді ғой. Айқайлама. Азында ғана 5000 еді ғой, братан. Азанда 5 мың ғой. Доллар көбейіп кетті ғой, сендер кішкене бір тенгрей минус оқымайсыңдар ма? Доллардың қатысы жоқ қойған. Қалай қатысы жоқ? Қатысы бар доллар. Қандай қатысы? Егер доллар... Қош сендер оны бәрі түсінбейсіңдер. Аға, менде 5 мың алып кетіңізші. 5 мың ба? Сендер онда сол 5 мыңға. Ана жерден бар, плотно тамақ ішіп. Ой, аға, қазақпыз ғой, алып кетіңізші. Бауырым, сен егер маған 10 мың берсең, Қытай болсаң да алып кетем. Сендер кішкене түсінсіңдерші, жолда менттар бар, мен рисковать етем. Жарайды, онда қазір ақшаны тауып қайтып келем. Сіз қашан шығасыз? Так. Түнде тексеріс көп болады. Қазір пробка жоқ, қазір 6-да шығып кетеміз. 7-ге дейін ана постдан өтіп кетуіміз керек.
жарайды онда қазір біз ақшаны тауып қайтып келеміз аға. Давай, Жарайды ма? давай, тез етіңдер. Иә, брат, түсіндім. Рахмет. Давай. Чё там бұл да жоқ деймін, не? Иә, ешкімде ақша жоқ. Бар болса да бергілер келмейді. Конечно. Сен сияқты малға мен де бергім келмейді. Не? Орын бермес мүлде тындырман бұл түнді мен сеніммен бірге Асыл. Кешіріңіз аға, асық тұрмын. мен сеніммен бірге Братан, жеп қоймасай пиццаны. Без дачи. Рахмет. Астарыңыз әнді болсын. Рахмет. Бірақ, түйе тұршы. Ал, Есің кім болады? Дархан. Дархан, тиын көтергенге желание бар ма? А что не істеу керек? Не істеу керек болғанда? Карт ойнап отырмыз ғой үйде. 4-ші адам келмей қалды да. Бізбен бірге 1-2 сағат ойнап жүрсең. Жоқ, рахмет, мен асық баратырмын. Братан, ұтылып қалсаң ақшаны қайтарып береміз ғой. Ұтсаң теңге көтеріп кетесің нормально. Қорқпа, сен қанша ақшамен кіресің, соны қайтарып бере саламыз. Просто бізге 4-ші адам жетіспей тұр компанияға. түнді ай түнді ай түнді ай түнді түнді күндіз бір қалыпты өмірді сүреміз өзгелер өзгерсе біз күлерміз шынайы кейпіңді көргің келсе түнде басқа адамдарша келерміз танымай таңыр қалай бізді қарыса Базар жоқ ойнап қояды екенсің. Рахмет. Жарайды онда, жылжыдым мен. Стоять! Бабки оставил? Мы договорились же басында. Қалжыңдап жатырмыз. Сен шығып қойдың өзі. Жарайды. Красавчик, братишка, ренжіме. Жоқ. Қалжыңдап. Что там, футбол көреміз ба? Что-то карта болмады. Да, Жан. Жан, сен бағанаға ренжімеші, что-то не в тему ашылған қойып. Да ладно, ничего, Жан. Менде жақсы жаңалық бар. Бүгін кешке ауылға қайтамын. Таксимен келісіп қойдым. Серьезно? Все, ладно, Жан, көрсеміз. Давай, пока. Хорошо, давай, мы еще хотим. Давай, пока. Сен әлі кетпегенсің ба не? Кто там? Ескі ашыңыз. Кеш жарық. Бұл ЖК-дан коронавируспен ауыратын адам табылды. Енді бүкіл үй карантинде. Үйден шығуға тыйым салынып жатыр. Кешіріңіз, мен бұл үйде тұрмаймын, мен доставщикпін, маған шығуға болатын шығар. Сен сөз түсінбейсің ба не? Айтып отырмын, карантин. Енді 2 апта бойы үйден шықпайсыңдар. Сау болыңыздар. Че, вообще шығуға болмай ма не? Я. Все, көті қысып отырмын. таң атқанда іздеймін сені таң атқанда бетімнен сүйген
go.